Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақта біз механикалық тербелістер және тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі, тербелу қозғалыстың теңдігімен танысамыз. Келесі суреттерге қарасаңыздар, бұл барлығы тербелу қозғалысқа мысалдар, иә? Сонымен механикалық тербеліс дегеніміз дененің бірдей уақыт аралығында дәлме-дәл қайталанып жуықтап отыратын қозғалыс. Яғни бұл бізде механикалық тербеліс деп аталады. Механикалық тербеліс пайда болу үшін екі шарт болу керек. Бірінші, дененің тепе-теңдік қалпынан шығаратын кезде бастапқы қалпына қайтаратын күштің болуы керек, күрістің аз болуы керек, иә? Және тербелісті сипаттайтын қандай шамалар бар десе, бірінші сипаттайтын шамалар ол дененің тепе-теңдік күйден ауытқуы ығысу деп аталады. Тербелетін бөлшектердің тепе-теңдік қалпынан ең үлкен ауытқу аралығы амплитуда деп аталады. Толық бір тербелуге кеткен уақыт ол бізде периодпен өлшенеді, міне. Яғни тербелісті сипаттайтын шамалар ретінде айтуға болады екен. Келесі жиілік нью, яғни жиілік пен периодтың бір-біріне кері шама екенін бұрыннан жақсы білеміз. Яғни қисықты қозғалыста қарастырған болатынбыз. Кейде біз 2πf деп жазамыз, бұл негізі нью, ағылшын тілінде, бірақ та мынандай кішкентай f әрпімен белгіленеді. Бұл омега бізде циклдік жиілік деп аталады, өлшем бірлігі радиан бөлінген секундқа тең. Енді келесі фаза дегеніміз не? Уақыт мезетіндегі тербелу жүйенің күйін сипаттайтын шама екен. Ол фаза бізде градуспен кейде радианмен өлшенеді екен. Енді гармоникалық тербелістер дегеніміз не? Яғни синус немесе косинус заңы бойынша өзгеретін тербелістерді айтуға болады. Мына суретке қарасаңыздар, яғни серіппелі ілінген дененің тербелісінен белгілі бір біз косинус немесе синус заңы бойынша өзгеретін графикті көре аламыз. Яғни алдарыңызда сол теңдеуін беріліп тұр, косинус бойынша и синус бойынша. Бұндағы x дегеніміз ығысу болса, а дегеніміз амплитуда, омега дегеніміз циклдік жиілік, мынау бізде бастапқы фазасы деп аталады, және тағы да бір айта кететін нәрсе, мына жерде гармоникалық тербелістер, яғни графигін салған кезде оның косинус шамасы плюс 1-ден минус 1-ге дейін өзгеруі мүмкін, амплитуда тура сондай. Қарасаңыздар, графиктердегі ең көтерілген өркеш аралығы, ең үлкен ауытқу аралығы ол бізде амплитуда. Ал толық бір тербелуге кеткен уақыт ол бір период, міне. Толық бір тербелуге кеткен уақыт. Ал сол бір тербелістің ішіндегі саны ол бізде жиілік деп аталады екен. Алдарыңызда міне серіппелі маятниктің тербеліс сипаттауға болады. Және қандай жағдайда энергия түрленеді? Белгілі бір жылдамдыққа ие болған кезде кинетикалық энергия болса, ал серіппенің созылуы, сығылуы кезінде деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы болады екен. Бұндағы ығысу, ол бұл жерде оның ең үлкен ауытқу мәні амплитудаға тең. Енді энергияны сақтау заңы бойынша толық энергияны анықтап алсақ, онда бізде әрбір толық энергия сол өзгеріп отырған шаманың мәніне тең болады да, екі энергияны теңестіру арқылы ол жерден жылдамдықтың максимум мәнін анықтап алуға болады. Келесі энергияны сақтау заңы бойынша, егерде біз дене математикалық маятникті қолданатын болсақ, жоғары көтеріліп төмен қарай түседі, жібереміз, қайтадан келгенде бір рет тербелді деп есептейміз. Осы аралықта кинетикалық энергия и потенциалдық энергияға айланып отырады да, қосындысы тұрақты болып сақталады, яғни энергияны сақтау заңы бойынша, бұл жерде де жылдамдық мәнін тауып үшін осы екеуін теңестіру арқылы осы өрнекпен анықтап алуымызға болады. Енді алдарыңызда косинус заңымен және синус заңымен өзгерген кездегі тербеліс теңдігінің графиктері берілген. Ал біз бұрыннан білеміз, x-тен бірінші рет туындалған кезде жылдамдық болатынын, косинустан туындалған кезде синустан болатынын, және жылдамдықтан тағы бір рет туындалса, ол бізде үдеуді береді. Сонда мына тұрған шамалар ол бізде не деп аталады? Яғни мынау бізде жылдамдықтың максимум мәні болса,
мынау бізде үдеудің максимум мәні болады екен. Сонда жылдамдықтың максимум мәнін а омега десек, үдеудікі а омега квадрат. Бұндағы омега дегеніміз циклдік жиілік. Тура енді келесі синустан бойынша жүрген кезде. Синустан туындаламыз, ол косинусты береді. Сонда жылдамдықтың максимум мәні и мында үдеудің максимум мәні. Мынау біздегі графигіміз міне. Мынау ығысудікі, мынау жылдамдықтың графигі болса, мынау үдеудің графигі. Соның қорытындылай келе біз білу керекпіз осы форманы. Жылдамдық и үдеуді анықтайтын форманы. Қазір осы есепті шығарып, маған жібересіздер. Яғни бірінші есепте есептің жиілігі берілген, нью, екіншісінде амплитудасы берілген, жазу керек мен теңдеуін. Сонда тура осы теңдеудің орнына қоясыздар. Бірақ та бізге бастапқы фаза берілмеген, мынау нөлге тең болады. Омеганың орнына 2 пи ньюді қоясыздар. Келесі екінші есепте 1 минутта 60 рет тербеліс жасайды деп тұр. Гармониялық тербелістің теңдеуін жазыңдар деп тұр. Тербелістің амплитудасы 8 сантиметрге тең. Тура сияқты формуланы да қолданамыз міне. Мынаны табу үшін мынаны түрлендіреміз енді. Мынаны біз бұрыннан білеміз. Омега тең болады 2 пи бөлінген тай. Так, қазір так, омегамыз тең болады 2 пи бөлу тай. Жаңағы есепте міне 1 минутта 60 рет тербеліс жасайды деп тұр. 1 минутта 60 рет тербеліс жасайды. Мұнда тыны табу үшін кішкентай тыны санына бөле саламыз. Сонда мынау 60, 1 минутта 60 секунд бар. 60. Так, сонда периоды 1 секундқа тең екен міне. Мынаны апарасыздар, мынаның орнына қоясыздар. Сонда сізде формуланың жерде 0,8 синус және 2 пи деген теңдеу шыға келеді. Келесіде термелік қозғалыстың теңдеуі берілген, периодтың жиілігін амплитудасын тап дейді. Бірден жазып саламыз. Бұл жерде өлшем бірлігі міндетті түрде болу керек, үлкен теңдеуіне. Так, сантиметрмен беріледі. Сонда 0,2 метр деп жазады. Сонда амплитудасы 0,2 сантиметр болады. Ал жиілік пен период табу үшін мынамен жұмыс жасаймыз. Онда тағы да жаңағы циклдік жиілік жазасыздар. 2 пи бөлінген т деп не. Осыдан тыны табасыздар. Тыны табу үшін 2 пиді омегаға бөлеміз.